Сәлем барлықтарыңызға. Қазір хит болып жатқан шоколадты гранатты дайындайтын боламын. Гранатты жуып, қабығын ашып, таза ыдысқа саламын. Менің таңдаған гранатымның іші осындай болып шықты. Қатты қызыл болмады, бірақ дәмі тәтті. Осылай ішіндегілердің барлығын ыдысымызға салып аламыз. Оған қалаған йогуртымызды қосып араластырамын. Пергамент қағазымызға осылай қасықтап бөліп салып шығамын. Болмаса арнайы формаларыңыз болса, формаға келтірсеңіздер болады. Осының барлығын салып болғаннан кейін морозильникке шамамен 1-2 сағатқа қатырамыз. Келесі енді шоколадты ерітіп дайындап қоямын. Морозильниктегі гранаттарымызды аламыз. Осындай қап-қатты болып шығады. Енді осыны ерітілген шоколадымызға батырып аламын. Осылай барлығын шоколадқа батырып, морозильникке шамамен 1 сағатқа қатырамын. Осымен гранатты шоколад дайын. Дәмі қышқыл мен тәтті араласқаннан кейін қызық. Маған ондай қатты ұнамады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, бәлкім бұл десерт сіздерге ұнайтын болар.